Прямой эфирде заман студияда сіздермен Шевкет Аматулаев селямлайым ве более бір малыматларнен таныш етмеге азырмыз. Қырым ве Русияның бұйық шерлерінде ярымада işgalінің 3-ші елығына қайдеттілер. Москвада есе қаршылық акциясы болып кечті. Rusya Anayasasına uymağa talap etemiz. Kırım'ın koşulması 15. maddesinin 4. noktasını bozmakta. Kiyev'de Mustafa Cemilov hakkında kitap takdim edildi. Mustafa Ağa'nın ağlağanını gördük. Türkiye'de 87 yıl evvelsi Cafer Seydamet neşriyeti başlayan Emel mecmuasını gayradan çıkaracaklar. Bütün dünyada Rusya'nın güçlü propagandasına karşı güçlü bir şekilde güreş alıp varmak lazım. Николай Семена өз қабатыны танымай, bu вақытта Русия бүтінлігіні бозмаға чағарулар япмақта қабатланған қырымлы журналист махкеме топлашуындан евел білдірді. Кешкен сенесі барде ФСБ Семенаның евінде тентув кечіріп жинайы шачқан еді. Оңа ярмаданы терк етмеге ясақ еттілер. Семена 5 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Мы считаем, что там речи о вине вообще не может идти, потому что... Semena'nın kabahati yok. Çünkü onun hareketlerinde cinayet alameti kaydedilmey. İş boyunca hiçbir delil de yok. Rusия женкеверлері Донец вилаетіндегі Водяной койыне снарядлар бастасынен ұжым етті. Ұжым көзетіже камерасына түшкен. Ато штабы білдіргенне көре, ондан евел Водяной жыварында Украина аскерлері ве Rusия женкеверлерінің арби чатышмасы олып кечкен ең аз 2 арби еляк олып едісі яраланған. Бұндан сон женкеверлер койге снарядлар йоллағанлар. Қырымда işgalciler ярмадада işgalінің 3 yıllығына қайдеттілер. 3 yıl evvelsi Rusия президенті Владимир Путин Қырымда дүнияда танылмаған референдум кечірілген сон ярмаданы Русияге қошмақнен бағылы ферманны шығарды. Ярмада сакинлерінің эпісі Русия сакинлері оларақ танылды. Ахмеджет мерkezінде концерт өткерілді. Бұл сене Қырымға Путин келмеді. Ойын Москвада да шықта болынмады. Оның еріне Русия артистлері келіп шеңлендірділер. Москвада да Қырым işgalінің 3 yıllығына қайдеттілер. Воробьев байырларында тантаналы мерасимлер өткерілді. Чапыш ярышы ве Қырым işgaline бағышланған концерт ве митинг өткерілді. Байрамға девлет мойселерінде чалышқан инсан ве талебелеріні чықмаға мечбур еткенлер. Инсанлар çok olsa da gönüllüler az еді. Единая Россия фирқасының азасы олам. Мещанский районының Единая Россия бөлігіні темсил етеміз. Бізні қалабалық олсын деп чағырдылар. Ваде еттілер, бір күн рапанacağımız. Bir yerге бармайып çalışır edim. Evde oturur edim. Балларнен olmasa da Горьков бақшасына барыр едім белки. Крым или Европа? Авропаға барыр едік ebet. Кесен-кес. Европа. Однозначно. Почему? Ну, там лучше. Наверное, Европа. Авропа, анда азатлық, сөз сербестлігі, әрекет сербестлігі бар. Что это означает? Наверное, свобода слова, может быть. Свобода действий какая-то. Işgalінің 3 yıllығы мұнасебетінен Түркия Русия işgalini тенқет етті. Түркияның тыш ішлері назірлігі Қырым işgali қанусыз олғанына білдіріп, Украина бүтінлігіні урмет етмеге чағырды. Бұне берабер Анкара işgal олынған ярмадада яшаған Қырым татар халқының ақларını қорчаламаға девам етежегіні білдірді. Москвада фальжилер стратегия 18 акциясына чықтылар. Бұл ярмада işgalini танымаған Украина Қырым сакинлері ве Қырым татарларының бірдемлік нұмайышыдыр. Фальжилер білдіргенне көре референдум илкевелі Украина ве Русияде кечірілген сон Қырым статусы белгіленме керек еді. Наразылық девамында Русия ве işgal олынған Қырымда тұтылған Украин сияси мабуслері азат етілмесіні талап еттілер. В 1944 году, когда Сталин выслал крымских татар... 1944 senesi Stalin Қырым татарларını сұрғын еткенде оларның еріне ватандашлар мечбурин ерлештірілді. Эксеретте бурыслар еді. Олардан анда яшамаға истейлер ме, жоқ ме, ижде сұра. Быть там заселенными.
Требуем соблюдения. Русия анаясасына оймаға талап етеміз. Қырымның қошылмасы 15-ші маддесінің 4-ші ноқтасыны бұзмақта. Русия анаясасы халқара аңлашмаларының үстінлігіні илан ете. О сыңырларының топрақ бүтінлігінде әлі да бозылған оларақ илан еттілмеді. Не Будапешт аңлашмасы, не де башқалары. Мы другие. Кереч көпірінің парчаларыны фуртуна ялыға шығарып ташлады. Ерлі матбуат васталары интернетте ерлештірілген видеода бірқач метрлі онларнен гофра борулары ялы бойы век гараж кооперативы янында ялдағаны көріне мутихаслар білдіргеніне көре бұл борулар құрылай етқан көпіріні далғалардан қорчаламақ керек еді. Евелсі бойлы боруларына мұқберлер Кереч көпірінің құрылжылғанда көрген еділер. Мустафа Джемилев бойсын маған бойле серелевалы китап Киевде тақдим етілді. Китапта қырым-татар халқы лидері ile yazылған изалар, шақси архивлерден ресімлер ве той сопларының қатыраулары көрсетілген китап мөйлефлері журналист Севгиль Мусаева ве Львовлы Фальджи Алим Алиев. Тәпсілатлыжа Невбеті Келев қамызда сейретіңіз. Yıllar devamında insan öz yüzünü sakladı. O kadar sınav ve kıyınlıklardan geçip yüzünü saklamağa tırışıp bakınız. Ama o öyledir, güçlü bir adam. Tercüme al kitabı 2 yılda yazıldı. Bu müddet devamında aman aman her yerde kitap müellifleri Mustafa Cemilev'nin peşinden yürüyedi. Onlarla çok konuştuk. Bir şeyler yazaydılar. Her şeyini anlataydım. Sonra apansızdan kitap yazacağımız deyip ayttım. Neler aytkanımını kasevetlenip hatırlamağa tırıştım. Her şeyini anlatkan son o yazar da aydı dedim. Neyse kitap yazılganına kadar da birkaç yıl keter. 1-2 ay geçti, baksam takdim edilecek dey. Şaştım evet. Ama bakıp çıktım. Utandıracak bir şey yok galiba. Но я так пролистал, вроде ничего такого компрометирующего нет пока. Bu kitap için doğru bir üslup söylemeye ve onu hangi bir janrda yazacağımızı belgelemek pek mühimdi deyip aytam Sevgil Musayeva. Çalışmakla beraber akkorçalayıcı faaliyetinin uğraşkanımız için sık Mustafa ile farklı tedbirlerde görüşeydik. Kitabın esası da bu oldu. Başında kitap gerçekten de öz tercümeyalı olarak yazılacaktı. Ama Kırım'daki vaziyet gerginleşkenini anladık. Dikkat etseniz, Kırım'daki esnaslarının dinamikası tarif edilir. Kitapta ciddi mevzular aydınlatıla. Fakat müellifleri her daim sabırlı Mustafa Cemilev'ni bambaşka sımada korda. Misal olarak Jamala Евровидениеде галибе казанганда Mustafa Ağa'nın ağlağanını gördük. Bu gerçekten de kıvanç gözyaşlarıydı. Kitapның soңғы kısmı galibenin yekünleni. Çünkü ileride daha çok zafer bekleyip znam. Джамала да bu tedbirini kaçırmadı. Takdim merasimine o da geldi. Я дуже щаслива, що Mustafa Ağa був зі мною. Mustafa Ağa Stokgolm'de yanımda olğanından pek baxtlı edim. Meni sanağa uzgarıp, galibeden soň tebrikledim. Gözleri yaşlanğanını gördüm, pek baxtlı edim. Soňky vaqtları onu hiç bir vaqt bu kadar baxtlı görmedim. Я ніколи його, мабуть, таким не бачила, щасливим. Депутат ve jurnalistlerden gayrı tedbirge Kırım ve Kırım tatarlarının vaziyetine lakayt halmagan insanlar da geldi. Mence bu tarixnin pek mühim ölçümesidir. İnsanların hikayelerini anlatkanda belki de Kırım tatarı olmak, Kırım'da yaşamak, işgalini görmek, ne olganını bilmegen insanlarga daha yakın ve anlayışlı olamaz. Bunun gibi metinler ne kadar çok olsa, birimizin acısını anlamak daha kolay olur. Hem de bu metinlerini Sevgil ve Alim gibi tecrübeli jurnalistler yazsa. En yakın vakitte boysunmagan kitabını Ukrayna'daki kitap dükkanlarından satın almak mümkün olacaktır. Елизавета Цареградская, Эдем Сидалиев, Zaman, АТР. Kırım tatarları tamır halk olarak Kiyev'de tamır halklar ve Kırım tatarlarının bu statusta olma haklarının bağlı kitap takdim etildi. Kitap müellifi hukuk korçalayıcı Natalya Belitser ciddi şeylerini popüler bir üslupta anlatmağa tırışa.
Халқара хукукта анги халқлар тамыр халқ сайла. Украинада бұл сөзінің манасы ве Қырымның екене халқының ватанға авдет олмасы ве ярымада ишғаліне қадар тарихы 120 сайфеде аңлатыла. Ақ құрчалайжы Наталья Белицер Қырым татарлары тамыр халқ оларақ китабыны тақдим етті. Севімлі илімі музейре биологиясындан Қырым ве Қырым татарлары үшін ваз кечіп, бұл китапны язмақ. Ғайесінден оны өмірге кечіргеніме қадар çalıştым. Китапның мұқадемесіні Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев язды. Халық депутатлары Қырым татарларының тамыр халық статусы дигер милетлерінің ақларыны бозмағаныны аңнасын деп, оны оларға бермеге ваде етті. Мұнда тамыр халқлар ыстыласы пек яқшы аңлатыла. Қырым татарларының тамыр халқ оларақ танылмасы бірде-бір телекет ашымай. Гегемония қындалав кетмей, Қырым татар халқының ассимиляциядан ве йоқылмасындан қоршаланма механизмдері ақында лав кете. Меджлис рейсі Рифат Чубаров Қырым татар халқының тамыр халық статусына дайыр қанун лейхасы ең яқын вақытта парламентте қайты тележегіні хабер етті. О еменке бойыснас тезлештірілсін деп жемат бірлешмек керек. Қырымны қайтарачақ ең семерілі yollardan бірі Қырым татар халқы ақларының ғайрыдан тікленмесідір. Милли мұхтариет олмаса, қанунның қабыл етілмесі мүмкін дегіл. Китап мөйліфі китапны русча, инглизже, түркче ве азерийжеге тәржіме етмеге ниетліне. Ләкін дейке дигер тілерге чеврілмесінен бағлы әранге теклифні бақмаға азыр. Роман Спиридонов, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Киевде айлы оқуына жаныландырмаға істейлер Киев пайтақтында, Украина пайтақтында ичтимай эксперимент кечірілді. Белі украинлер балаларға масаллар оқыды. Украина информацион сиясетін азерынан бірінші муавины икаясыны 20 чешет миллетке менсіп болған балалар деңлемеге келді. Үфіріклер ве чешет түрлі китаплар. Айлы оқуының көрішівлері ойынылара кечірілі. Мында мирахлы ойнамақ мүмкін, ресім япмақ мүмкін, істегеніні яп, оқымақ мүмкін. Що хочеш, то й робиш, може читати. Бұл белі олған украинелернен айлы оқуы севімлі китап черчевесіндегі 4-ші көрішіві. Бұл сеферде балаларға Украина информацион сиясетін азерінің бірінші муавины еміне джепара қоды. О өзінің 2 қызының беребер ве достлары олған Украин саясетчілері де балаларының беребер келділер. Для мене особисто це мій Крим. Менің үшін ең мұйыма менің Қырымы мұнда олмасыдыр. Мұнда Қырым татар жамасы оқымақ, мұнда Қырымны ғайрындан тапмақ үшін бір фұрсат. Тесувке мен анда кетіп оламайым. Біз евімізні, өз мұйтымызны мұнда теграр жаландырмаға әрекет етеміз. Атмосферу, родинну, саме... Мұсафирлердің арасында 7 yaşındaki Emir de barады. O Kiev'de doğdu ama onun etkanına Kore evde tek ana dilinde laf ederler. Masalçıklar okusam, hem de kaytarıp aytsam. Oсе менің yüreğim, yaşa менің тілім. Я хотела рассказать... Мен ezberden шыр оқып, япып олачақларыны көстеречек едім. Әр кез ойзана тайыны қатырла яны шерлер огрене ве бұл шубесізге файдалыдыр. Айлы оқуына кірмек үшін билетлер бала китаплар олды. Тешкелетчілер оларыны сон Соломенский бала вене бережеклер. Бұл ғайының мақсады бүгін біз епіміз информацион дәвірде яшағанымыздан бареттір. Интернетте, гаджетлерде біз пек чоқ малюмат көреміз. Ләкін балалар хұқсусан кичік чағында не оқыжақларына қарар бермекте қиналалар. Оның үшін ана бабалармен берабер оқысалар, олар яқшы яманма айырды етмекні оқетте ве анлата білелер. Шымты айлы оқуы тек Киевде кечірілі. Ама тешкелетчілар бұның қыбы әгленжелі тәдбірлерінің кечірілу ғайысыны бүтін Украинаға яймақ ниетінделер. Лидия Полянская, Асан Иминов, Заман, АТР. Түркияда Джафер Сейдамет тешкіл еткен Эмель Менжмуасы яңадан ешір етілі башталанжақ еллар девамында оның фалиеті бір қач кере тоқтатылған еді. Менжмуаның яңартув қарары Эмель Вақфы фондының топлашуында қабыл етілді. Анда Түркияда белі қырымтатар тарих, медиа, тасил мутихасылары
dernek reislері iştirak etті. Mecmuada Kırım işgalinen bağlı Rusiya propagandasına karşılık göstermege karar alındı. Emel Mecmuası Jafir Seydami tarafından birinci kere 1930 senesi icrette neşir etilgen edi. Emel icrette bastırılgan Kırım Tatarlarının milli hareketinin en güçlü neşirlerinden biri edi. Kırım işgal edilgenden sonra anladık ki bütün dünyada Rusya'nın güçlü propagandasına karşı güçlü bir şekilde güreş alıp varmak lazım. Onun için de Emel Vakfı'nın ve faaliyetlerin daha profesyonel düzeyde alıp varmak için böyle bir fikirleşim toplaşımı geçirdik. Bunlar bu Rusya'ya karşı yeterlik değil. Bütün dünyanın görmelerini temin etmek gerek. Sadece Rus dilinde değil. Türk dilinde, Özbek dilinde, Çin, Kitay dilinde, Japon dilinde, İspanyol dilinde, Alman dilinde, Avrupa'da kaç tane memleket var olsa gerek olsa onların dillerinde de bu propaganda materyallerini hazırlayıp tarqatmak gerekmiş. Saat hazır olған soңки haberimiz еді. Bu haftadan başlap akşam Kırım Tatar tilinde zaman yayınları Kiev vaktiyle saat 18 ve 21'de çıkacak. Daima atырылы olunuz. Hoş geldiniz.